Шын махаббат пен сыйластықты көргіңіз келсе, өнер адамдарының да отбасына бір үңіліп қойған дұрыс шығар. Өйткені сахнаның жарығы мен софиттің сәнінен бөлек, олардың да жүрек сыры, отбасының жылулығы бар. Соның бір мысалы танымал әнші әрі актриса Айгүл Иманбаева мен оның жұбайы Ерлан Болатұлының қарым-қатынасы. Жақында Айгүл ханым күйеуінің туған күніне орай әлеуметтік желіде ерекше жазба қалдырып, көпшіліктің жүрегін елжіретті. Әдетте ол әр сөзін әдемі жеткізетін өнер адамы ғой. Бұл жолда жүрек жарды тілегімен оқырмандарын сүйсіндірді. Бүгін менің жүрегімнің иесі, асыл жарым Ерлан Болатұлының туған күні. Жаным, сені кездестірген тағдырыма алғысым шексіз. Маған еркелеуді, нәзік болуды, махаббаттың не екенін ұғындырғаныңа, мені сүйген жүрегіңе мың алғыс. Бақыттың бақшасында бірге өмір сүрейік деп жазды ол өзінің Инстаграм парақшасында. Желі қолданушылар да қарап қалмай жылы лебіздерін жаудырып жатыр. Аяғыңыз ауыр сияқты, екеуіңіз сондай керемет жұпсыздар. Айгүл ханым жыл өткен сайын жасарып жатыр деген сынды пікірлер көп жазылды. Бұл сөздерде әзіл де, тілек те, шын жүректен айтылған қуаныш та бар. Айгүл ханымның жазбасынан байқағаным, адамның бақыты тек атақта, табыста емес, жаныңда жүрген сүйікті жаныңда екен. Қанша адамды сахнада арбағанмен, әйел жүрегі бәрібір нәзіктікті, махаббатты қалайды. Сол нәзіктікті сездірген Ерлан мырзаға деген алғысы анық байқалады. Бұл жерде жастарға үлкен сабақ жатыр. Отбасы құру жай ғана заңды құжатқа қол қою емес. Ол бір-біріне тірек болу, қолдау көрсету, махаббатты сақтап қалу. Айгүлдің маған еркелеуді үйреттің деген сөзі әрбір әйелдің жүрегіндегі жасырын арман. Өйткені еркелеу үшін сенетін, арқа сүйейтін азамат қажет. Менің ойымша осындай жазбалар көпке үлгі болуы тиіс. Өнерде де, өмірде де махаббатты сақтап қалу мүмкін екенін дәлелдеп жүрген жұлдызды жұпқа бақыт тілейміз.